Сәлем қыздар апалар, қалайсыздар? Мен сіздерге бүгін гүлдегі зиянкестер туралы айтқым келіп тұр. Гүлдеріме зиянкестер түсіп, гүлге деген қызығушылығым кетіп қалып еді. Сосын топырақ гүл сатқан жерге барып сұрадым, гүлдеріме зиянкестер түсті, қандай дәрі қолдансам болады деп сұрасам, мынандай Актара деген дәріні ұсынды. 4 грамын 4 литр суға қосып, араластырып, гүлдеріңізге шашсаңыздар, бір үштік зиянкес қалмайды екен. Ана майда шіркей сияқты ұшып жүретін зиянкес бар еді гүлдерімде. Бір үштік зиянкес қалмаған. Тап-таза болып қалған топырағы. Мәз болып қуанып жатырмын. Сіздердің гүлдеріңіздерде зиянкестер болса, осы дәріні шашыңыздар, құйыңыздар тамырына. Бір айда бір рет дәрі шашып тұрыңыздар. Құрт, құмырсқа, шіркей бәрін жоқ қылады осы Актара деген дәрі. Мен сіздерге өз тәжірибемден өткен затты ғана айтамын. Сол зиянкес болған үшін гүлдерім бірнеше күннен бері өспей, өскін шығармай тұрып қалып еді. Енді қараңыздар. Мынау гүлде өскін бар. Мынау гүлде де өскін бар. Зиянкестер болса да гүлдеріңіз өспей тұрып қалады. Жапырақтары сарғаяды. Гүл әдемі өсу үшін гүлдің жапырағын таза ұстаңыздар. Гүлді шомылдырып тұрыңыздар. Сосын бір айда бір рет Актара деген дәріні шашып тұрыңыздар. Сол кезде гүлдеріңіз жайқалып әдемі өседі. Мынаны қараңыздар. Бәрі гүлдеріме шашып шықты. Гүлге деген қызығушылығым қайтадан оянды. Мынаны қараңыздар. Ютубтан лавр жапырағын горшоктың табақшасына қойсаң кетеді деді, оны істедім, кеткен жоқ. Сосын куркуманы табақшасына қойсаң кетеді, иісіне деді, оны да істедім, кеткен жоқ. Ең соңында осы Актараны